Ерке сылқым, Жайнагүл, күнім, әкең айт деп еді. Әпкелерінің жолын беріп, тұрмысқа шығатын кезің келді. Кенжеміз деп бетіңнен қақпадық. Оқуға түсіре алатын шамамыз жоқ. Күн қырғатпай құдалыққа келгендер есігімізді босатар емес. Енді тәуір біреуіне басыңды байласақ деп едік. Таңертеңгілік шайдан соң анасының жеткізген хабары осы болды. Қыз көретін жігітті біз көрейік деген. Апа, сол күйеу балаңызды өзім таңдайын да, әкеме солай жеткізіңіз деді, айнаға қарап, қалың бұрымын өріп тұрған қыз жайраңдай. Тым болмаса ауылдың қыздарын асарға шақырып, тоқып жатқан кілемді бітіріп алайын. Ұзату тойымда жасауыма қосарсыздар апа, деп еркелей анасын құшақтады. Жігіттердің арманын айналып, жарасты жайдарлығы есіңді алар. Ерке назымен құрбыларының аузында ерке сылқым атанған Жайнагүл де көп ұзамай маңдайы жарқыраған бір жігіттің жары болды. Кімге дейсіз ғой? Кәдімгі тракторшы Дүйсенге. Жұрттың бәрінің жерін айдап беретін Дүйсекең өз кәсібімен бірге әнші де еді. Ауылда өтетін той-томалақтарға асабалық ететін. Өткен жылы әскерге кеткен. Жайнагүлдің анасы Күлән апаның жиен сіңлісі Сараның баласы, яғни бұларға жиен шар болып келетін. Сол құда болға сөз салып келетіндердің ішінде осы өздерінің жиендері Сарапа да бар екен. Сарапа айттыра келген құдалар сияқты сызылып отырмайтын. Тура Жайнагүл құрбыларымен кілем тоқып отырған өрмек құрулы зал бөлмеге кіріп кететін де Жайнагүлдің жанына отыра қалып, қолына жұқпай өрмек тоқи береді. Сосын әрнененің басын шалып, әңгімелескен болып сыр тартатын. Мына сіңіліңіз Жайнагүл елде жоқ сойқанды бастады деп бірде Тойкүл құрбысы әңгімесіне тетігін ағытты. Айттырған жігіттерді өзім сынаймын дейді. Жақсылық ағаның өзі де Жайнагүлім өз шешеді. Қыздарымның ішіндегі ақылдысы деп рұқсат беріпті. Енді Жайнагүлдің сыннан өткен жігітті күйеу бала деп есептей бересіздер. Астапыралла, естімеген елде көп. Біздің заманымызда жігіттер қыздарды сынаушы еді. Енді қыздарға не жорық? Мынауың шынында да жаңалық болды, деді Сарапа. Дүйсен екеуінің бұрыннан уәдесі барын, амалсыз әскерден келуін күтіп жүрген қыз жан адамға, тіпті құрбыларына да тіс жармаған. Осы әңгімеден соң арада бір жыл өтіп, Дүйсен әскерден келісімен дүркіретіп тұрып, той жасап, Жайнагүл аруды ақ отауына келін етіп түсірген. Өзі әдемі, өзі ерке сылқым атанған келіншегін Дүйсен әр кез той мен шілдеханадан тастамай ертіп жүретін. Үнемі жаздай жайнап, қатар жүретін екеуіне қызғана да, қызыға да қарайтындар көп еді. Осы ерке сылқым келіншегің сені сыннан өткізіп барып тұрмысқа шыққан дейді ғой. Рас па, деді бір отырыста қыспаққа алған қатарластары. Оны мен айтайын, деді сықылықтай күлген Назипа жанындағы күйеуіне қарап күліп қойып. Несін жастырайық, күріш арқасында күрмек су ішіпті деп біз Тойкүл екеумізде Дүйсеннің достарының көзіне түсіп күйеулі болдық қой. Жеңгетай Жайнагүлдің өзі дегенде отырғандардың бәрі бір күліп алды. Жұрттан жасырып Дүйсеннің әскерден келген күтіпті. Сынақтан өткізу дегенді ойлап тапқан. Қалай түсінсеңдер де өздерің біліңдер. Мен бір аңыз айтайын. Баяғыда бір кісінің Жайнагүл сияқты сұлу да ақылды қызы болыпты. Ол қыздың өзі сүйгені бар екен. Жағдайы нашарлау жігіт. Дүние табуға бір жақтарға жұмыс іздеп кетсе керек. Сонда ақылды қыз қаптаған құда болушылардан құтылу үшін, әке, болашақ жарымды өзім табуға рұқсат ет депті. Қызының зерделі екенін білетін әке рұқсатын беріпті. Енді құдалар емес, қызымды ұнатқан жігіттерің өзі келсін депті. Соншама жігіттердің ішінен сыннан өтпек болып есік ашып кірген бір жігіт. Қыздың жанында мына томпақ Тойкүл мен ұзын қарамен сияқты екі құрбысы бар екен. Қыздар күйеу баланы ізетпен бөлмеге алып кіреді. Төрге мақтасы шығып кеткен көне көрпеше төселіп, дәл сонда жастық қойылыпты. Қыздардың біреуі ескі жамауы бар дастархан төсеп, жақсы піспеген шикі күлді табанан қояды. Сосын қатықсыз қара шай құйылған кесені ұсынады. Әлгі жігіт көруге келген қыз бала көтеріп алыпты. Баланы тынымсыз жылай береді. Қыздың әдемілігінен көз алмаған жігіт әлгі мақтасы шыққан көрпеге отыруға жиреніп, еске қарай шегініпті.
Күлді нанның шетін үзіп жеген болады. Суып қалған қатықсыз қара шайға қарамайды да. Ойпырай, мына бала жылай берді-ау. Жеңген бір жұмыстарымен кетіп бөпесін қарай тұрымды тапсырып еді. Миымызды ашытып жіберді. Ала тұрыңызшы деп сықиып киінген жігітке ұсынады. Әрі, балаңызды әрілеу әкетіңізші, киімімді бүлдіреді. Жапқан наныңның түрі мынау. Жұртта қалған көрпешені қайдан алған өзі? Түрінің әдемілігін қайтейін? Жоқ, бізге сіздей бойжеткен, тіпті кісі сыйлауды білмейтін келін керек емес деп есікті тарс жауып шығып кетіпті. Қыздар сықылдап күліп қала береді. Екінші жігіті де солай қарсы алады. Ол ас үйдегі көрініске таң қалып, оқ шырайып қарап, шикі нанның шетінен әзер ауыз тиіп, құйрығымен сырғи-сырғи есікке дейін жетеді. Жылауық баланы әзер қолына ұстап, қыздарға қайтып береді. Сосын әдемі қызға ыржалақтай күліп, қарап қойып, есіктен шыға жөнеліпті. Үшінші жігіт жұмыс істеп, ақша тауып келген, сөз байласып жүрген қыздың өз жігіті еді. Күлді, шикі нанды асықпай жеп, қатықсыз қара шайды да ішіп, жыртық көрпешеде қыздармен әзілдесіп ұзақ отырыпты. Қалтасына сала келген өрік мейізімен жылауық баланы жұбатып, көтеріп жүріп ұйықтатып қойыпты. Қыздармен бірге су тасып, отын жарып, қыздың әкесіне кіріп, қолын алып сәлем беріпті. Сонда ғана жұрт қызыққан әдемі қыз қазандығы былқып піскен етті әкесі мен жігіттің алдына қойыпты. Қызының ақылына риза болған қарт, сен өзіңнен бұрын мені ойлапсың, қадіріңе жететің, болашақ өмір жолында ыстық суыңа көнетің, қиыншылықты нардай болып көтеретің, аптал азамат іздеген екенсің. Бердің батамды, балам деп қол жайған екен, дейді Назипа сөзін аяқтап. Апырай, Жайнагүл аруды өзіне соншама табындыра білген ері мінезі деп Дүйсекеңді кім ойлаған? Ал Дүйсеке шынымен қатықсыз қара шайы мен күлді нанның жеп сыннан өттіңіз бе? Бізге үйретіңізші деп құрдасы әзілдеді. Бәсе, Жайнагүл әкесін де көндіріп, басқа жігіттердің біреуіне де назар салмағандығында бір мән бар екен ғой. Дүйсеннің әскерден аман есен келуін күткен екен ғой. Махаббаттың беріктігі деп осын айт. Қайтсе де екеуі бірін бірі іздеп тапқан жұрт деп басқалары да қоштап кетті.